Дәріс тақырыбы саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Жоспар. Саясаттану ғылымына кіріспе. Саясаттану әдістері. Саясаттанудың қызметі. Саясаттанудың түсініктері мен категориялары. Саясаттану, саясат, саяси үрдіс, саяси билік туралы ғылым. 20 ғасырдың 50 жылдарында саясаттану дербес ғылым саласы және оқу пәні ретінде қалыптасты. 1948 жылы ЮНЕСКО бастауымен саяси ғылымның халықаралық бірлестігі құрылды. Саяси ғылымның зерттеу объектілері: саяси теория, саяси институттар, саяси партиялар, топтар, қоғамдық пікір, халықаралық қатынастар. Саясаттану екі сипатта қарастырылады: ғылым және оқу пәні ретінде. Саясаттану ғылым ретінде қоғамның саяси саласын, саяси ойдың пайда болуы мен дамуын, саяси жүйе, саяси қатынастар мен үрдістер, саяси сана мен саяси мәдениет, халықаралық саяси үрдісті зерттейді. Саясаттану әдістері. Саясаттану әдістері саясаттану ғылым ретінде жалпы ғылыми әдістердің белгілі бір қорын пайдаланады. Ғылыми зерттеудің қандай да бір әдістері мен құралдарының басымдылығы саясаттанудың ғылым ретіндегі пәнінің өзіндік ерекшелігіне байланысты. Саясаттану әдістері: әлеуметтанулық, тарихи, салыстырмалы талдау, құрылымдық функционалдық, бихевиористік, жүйелік. Саяси талдаулар мен ұсыныстар нәтижелерінің ғылыми нақтылығы әртүрлі саяси жүйелер қозғалыстарының түрлі кезеңдерінде әрқалай болып шығатындығы табиғи нәрсе. Егер тұтастай алғанда саясаттанушылар белгілі бір жүйенің қызметінен жалпы және өзіндік ерекше факторларды көбірек ашып, нақты өмірді ең жоғары дәрежеде және объективті түрде көрсететін қоғамдық құрал жасақтай алса, онда мұндай ғылыми нақтылықта жоғарырақ болады. Әр елде саясаттану ғылымының, әсіресе басқа кез келген қоғамдық ғылымға қарағанда, ұлттық өзіндік ерекшелікпен көбірек байланысты болуы табиғи құбылыс. Оның тұжырымдары мен қағидаларының, пайымдаулары мен ұсыныстарының көбіне тек тікелей белгілі бір елге бағытталуы да сондықтан. Бұлардың басқа елдерде қолданылуын ең әуелі қисындық талдаумен, әлеуметтік тәжірибемен, сезімге жүгінумен тексеруін алу керек. Сондықтан әрбір елдің әртүрлі аймақтарында елеулі айырмашылықтар болуы әбден мүмкін. Өзіндік ерекшелікті кейбір белгіленген жалпы заңдар аясында тереңдетіп зерттейтін плюралистік тұрпаттағы саясаттанымды көз мектебі болуға тиісті де. Саясаттанудың қызметі. Саясаттанудың қызметі қай ғылым болмасын белгілі бір қызметтерді атқарады. Танымдық қызметі. Саяси білім қоғамдағы оқиғаларды танып білуге, олардың саяси мәнін түсінуге және болашақты болжауға мүмкіндік береді. Келесі қызметі – бағалау. Ол саяси құрылысқа, институттарға, іс-әрекеттерге және оқиғаларға саяси баға береді. Демократиялық мемлекеттерде саясаттану саяси әлеуметтену міндетін атқарады. Ол азаматтықты, халықтың демократиялық саяси мәдениеттілігін қалыптастырады. Саясаттану реттеушілік, басқару қызметін атқарады. Оның ерекшелігі қоғамның саяси өмірмен тығыз байланысында. Соған орай ол адамдардың саяси өмірінде өзін-өзі ұстауына, іс-әрекетіне тікелей әсер етеді. Саяси дамудың үрдіс бағдарын бақылай отырып, саясаттану қоғамдық оқиғаларды тиімді басқару үшін нақтылы мәлімет, мағлұматтар береді. Саясаттанудың түсініктері мен категориялары. Саясаттанудың түсініктері мен категориялары басқа ғылым салаларындағы сияқты саясаттанудың да өзіндік ұғымдары бар. Оған саяси құбылыстар мен процестердің мәнін білдіретін ғылыми терминдер, сөз тіркестері жатады. Мысалы, саясат, саяси билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, саяси партия, саяси мәдениет, саяси әлеуметтену, саяси өмір, саяси қатынастар, қоғамдық ұйымдар, мемлекет, демократия, егемендік, құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, ішкі саясат, сыртқы саясат және тағы басқа. Саясаттану парадигмалары. Саясаттануда парадигма деп саяси өмірді бейнелеуді, білімді ұйымдастырудың қисынын білдіретін, әлеуметтік құбылыстардың бір тобын теориялық пайымдау үлгісі деп мойындаған негізгі тұғырнама желісін айтады. Парадигма жасау арқылы зерттеушіде белгілі бір саяси құбылысты зерделеудің негізгі өлшемі, қалпы қалыптасады. Соған орай ол деректерді жинап, талдайды, түсіндіреді, мағлұматтарды жинақтайды, жүйелейді.
Саясаттану парадигмаларын жинақтай келе, оларды теологиялық, натуралистік, әлеуметтік және тиімді сыни деп жүйелеуге болады. Теологиялық парадигма саясатты, билікті Құдайдың құдіретімен түсіндіреді. Бұл парадигма саяси ғылымның алғашқы дами бастаған кезеңінде пайда болған. Ол кезде барлық әлеуметтік саяси құрылыс, мемлекет Құдайдың құдіретімен жасалады және дамиды делінген. Натуралистік парадигма тиімді сыни парадигма саясаттың табиғатын, оның өз ішіндегі себептермен, қасиеттермен, элементтермен түсіндіреді. Оны жанжалдық және мәмілеге келу парадигмалары деп екіге бөлуге болады. Жанжалдық парадигма 19 ғасырда пайда болды. Оның негізін қалағандар Маркс, Бентли, Земмель және тағы да басқалары. Олар саяси өмірде дау-жанжал шиеленістер шешуші роль атқарады дейді. Қазір бұл теорияны қолдаушыларға Дарендорф, Бертон және тағы да басқалары жатады. Бірақ олар Маркс сияқты саяси дау-жанжалды тап күресіне, қоғамдық құрылыстың түбегейлі өзгеруіне апармайды. Қоғамдағы билік қорлары үшін бәсекелестікті, әлеуметтік тапшылықтан туатын мәселелерді шешу саяси ағзаның өзін-өзі жетілдіріп дамуына әкеледі дейді. Мәмілеге келу парадигмасының өкілдеріне Вебер, Парсонс жатады. Олар саяси өмірдегі дау-жанжал, қайшылықтарды жоққа шығармайды. Алайда оларды мәмілеге келуден кейінгі екінші орынға қояды. Халықтың арман аңсарының, негізгі әлеуметтік және мәдени құндылықтарының, бағдарларының бірлігі адамдар арасында туатын қайшылықтарды саналы түрде реттеп шешуге, қоғамда тұрақтылық пен ынтымақтастықты орнатуға көмектеседі. Олар саяси мәселелерді шешуге күш қолдануға, қоғамның революциялық жолмен дамуына қарсы. Бұл бағытты ұстанушылар орта тап санының көбеюі арқасында батыс елдерінде таптық қарсыласу жойылды дей келіп, оның қоғамдағы рөліне үлкен үміт артады. Практика сабағына арналған тапсырмалар. Назарларыңызға рахмет.